Сәлем достар, бұл біздің подкасттың екінші шығарылымы. Бүгінгі қонағымыз нейрохирург, яғни біз ми аурулары, олардың пайда болуына әсер ететін факторлар және емдеу жолдары туралы айтатын боламыз. Бүгінгі қонағымыз Нұрзат Сығай. Подкастқа келгеніңізге рахмет. Қош келдік, рахмет. Ең алдымен мына нәрсені нақтылап алайық. Нейрохирург деген кім және ол немен айналысады? Жалпы тек қана нейрохирургия емес, кез келген ғылымның кез келген саласы болсын, медицина болсын, ол қазіргі таңда өлі тіл болып саналатын, мысалы ежелгі грек және латын тілдерінен пайда болады. Мысалы нейрохирургияны жеке атап өтетін болсақ, ежелгі гректің нейрон деген нерв, яғни жүйке, қазақша баламасы, және хирургия, хиро, қол, эргон деген жұмыс, атқару, яғни жүйке жүйесінің ауруларын ота көмегімен емдеудің жолдарын зерттейтін медицинаның үлкен бір күрделі саласы нейрохирургия деп саналады. Және сол мамандықты иеленген, сол мамандықта жүрген адамдарды нейрохирург деп атайды. Жақсы. Енді бұл ғылыми подкаст болғандықтан айтып өткендей, негізінен біз ең алдымен жаңағы аурулардың түрлеріне тоқталмас бұрын мидың құрылысы туралы айтайық. Қандай бөліктерден тұрады және ең әлсіз аурушаң бөлігі қайсы? Мидың құрылымы былай бір-екі сөзбен түсіндіру қиыны. Неге десеңіз, оның анатомиясы күрделі. Жалпы мидың екі шардан құрылатынын білесіздер. Және де оның егер үңіле берсек, өзінің классификациясы бойынша жаңағыдай супратенториаль, инфратенториаль және жоғары төмен орналасқан құрылымдар болады, жаңағыдай бөліктері болады, маңдай, төбе деген сияқты, жүде бөліктер сияқты деген сияқты. Вот. Және оның нейрохирургта көбіне анатомиялық құрылысын біледі, зерттейді, ал функционалдық жұмысы өте сан алуан. Ол нейробиологияның зерттейтін саласы. Негізгі құрылым бас мидың негізіне жататын ол нерв жасушасы, яғни нейрон. Нервтің өзінің талшықтары болады, аксон, дендрит деп айтамыз. Және де сіз білесіздер, мысалы бас мида нейрондар бір-бірімен жаңа қатынасып жатады. Жаңа электр тоғы сияқты бір-біріне жаңа импульстар беріп отырады. Осы талшықтар арқылы импульстар беріліп тұрады. Яғни төбе жағынан, мысалы тіпті жұлынға дейін осындай импульстар ары-бері қатынап жүрмеді. Саусақтың ұшына дейін әрдайым 24/7 осындай бір байланыс болып тұрады. Негізгі екі ірі құрылым біз ажырататын ол орталық жүйке жүйесі мен шеткері, яғни перифериялық жүйке жүйесі деп бөлеміз. Орталық ол өзіңіз білетін бас ми мен жұлын жатады. Ал жаңағыдай мен бүкіл дененің түкпір-түкпіріне таралатын нерв талшықтарын ол перифериялық, яғни шеткері нерв жүйке жүйесі осылай болып бөлінеді. Жаңа әлсіз түсі деп сұрап отырған себебім, мысалы қазіргі күні қандай аурумен жиірек келетін науқастар? Нейрохирург негізі жалпылама маман болғанның өзінде, мысалы дайындық кезінде ол әртүрлі оталарды жасап үйренеді. Дегенмен уже жетіліп жаңағыдай жұлмен айналысуы мүмкін, спиналды нейрохирургиямен, функционалды, яғни функционалды бұзылыстармен ауыратын науқастарды емдейтін маман, нейроонкологиямен, яғни қатерлі-қатерсіз ісіктермен айналысатын маман ретінде тамырлық нейрохирург, және де мысалы өз алдына үлкен бір ілім ол балалардың нейрохирургиясы. Яғни балаларда болған ерекше бір аурулар болады, солармен айналысатын мысалы балалардың нейрохирургтері. Вот. Ол айтайын дегенім, бас мида енді біреусі күшті, екіншісі осал дейтін аймақтар негіз болмайды. Сондықтан да оны бөліп шығарып, мыналар жиі кездеседі, мыналар сирек кездеседі деп болмайды. Әрбір өзінің нейрохирургтың тармағында жиі кездесетін аурулар да болады, және де аздау, пайыздық үлесі аздау кездесетін аурулар болады. Ал жалпылама алатын болсақ, олардың түрлері өте көп. Әсіресе қазір қатерлі ісік пен қатерлі емес ісіктердің саны артып кетіп бара жатыр деген ақпарат бар. Сол неге және оған мысалы әсер ететін факторлар не? Енді ол жөнінде болжамдар өте көп. Негізгі болжам әрине адамдар өмір сүру ұзақтығы ұзарып кетті. Мысалы егер бұрындары ежелгі Рим дәуірін алатын болсақ, мысалы орта ғасырларды болсақ, 30-ға мысалы жеткен
адамдар уже кәдімгідей жаңағыдай егде тартқан кісілер болып саналатын. Себебі өмір ұзақтығы өте қысқа болды. Қазіргі таңда мысалы 70-ке 80-ге жеткен адамдармен ешкім таңғалдыра алмайсың. Мысалы жапондар қарайтын болсақ, 70-тегі адамдар оларға жас болып көрінеді. Сондықтан да онкологтардың осындай бір әзілі бар. Кез келген адам өзінің рагына ертелі кешегір ұзақ өмір сүретін болса, рагына жетеді деген сөз. Ол қалай, не себепті түсіндіріледі? Әр секунд сайын қазіргі таңда біз мысалы сұхбатта отырғанның өзінде біздің денемізде мыңдаған мысалы мутациялар жүріп жатады. Олардың бәрі қатерлі ісікке алып келеді деген сөз емес. Себебі иммунитет бар, олардың жоққа шығаратын мысалы эволюциялық механизмдер бар. Дегенмен әрбір жас өте келе ағза қартайған сайын бұл мутациялардың мысалы бақылаудан тыс шығып кетуіне факторлар өте көп. Сондықтан да қарт адамдарда жаңағыдай әртүрлі созылмалы аурулардың көп көрініс беруі содан деп ойлаймын. Қатерлі ісіктердің сол себепте. Вот. Сондықтан да онкологтар айтады ғой, бәріміз де ертелі кеш рактан мерт боламыз, егер сол ракқа жетіп алсақ деген сияқты. Сол әзіл содан шыққан. Өте қызық және қорқынышты. Осы қатерлі ісікті мысалы емдеу үшін, адам өзінің бойында организмінде қатерлі ісіктің болғанын білу үшін қандай уақыт аралығында тексеріліп отыру керек, егер бар болу қаупін сезіп білу үшін? Бірінші кезекте егер тұқым қуалайтын мысалы кез келген адам өзінің мысалы тұқымда осы ата-бабаларында, әке-шешесінде егер қатерлі ісікке шалдыққан адам барын білетін болса, ол жаңағыдай группа риска дейді ғой, яғни қауіп қатерінің группасында автоматты түрде бар деген сөз. Ол міндетті түрде сол кісіде қатерлі ісік пайда болады деген сөз емес, но бірақ ден қойып жаңағыдай ерекше назар аудару керек деген сөз. Яғни генетикалық тұқым қуалайтын онкологияның бір фактор ретінде онкологияда ондай түсінік бар. Мысалы өзіңіз білесіздер, Анджелина Джоли, мысалы шешесі де сүт безінің обырынан қайтыс болып кетті. Сондықтан да ол жаңағыдай ген мутациясын өзінде де тапқан. Яғни бұл ген мутациясы аналық без дейді ғой, аналық без ісігі мен сүт безінің ісігіне жауапты мутациялар. Сол себепті ол жаңа өзінің сүт бездерін және де аналық бездерін алып тастаған кезінде. Енді бұл радикалды болып саналады. Оны біздің күнделікті практикада ол кездесе бермейді онкологтарына. Ол яғни бірден барып жаңа сол мутация тапқаннан кейін бірден жаңа барып сүт безінен, аналық безінен айырылу деген сөз емес. Просто ол адамдарда жаңағыдай қаралу, тексерілу жиілігі жиірек болу керек. Және де бізде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Мысалы, олардың скрининг программалары бүкіл мысалы сол жүйеге кіретін елдерде жиі кездеседі. Мысалы, бізде маммография, сүт безін мысалы әйел кісілерде ең жиі кездесетін мысалы обыр түрі, соларды мысалы тексерту. Және де ол скрининг мысалы бағдарламасына кірмейтін өкпе флюорографиясы дейді, немесе рентгені, немесе аз дозадағы КТ өткізу, яғни дер кезінде ұстап қалу, сол жұмыстары. Және де мысалы колоноскопия, яғни тоқшектің зерттелуі. Кейбір адамдарда мысалы қуғасты безінің обырын дер кезінде ұстап қалу үшін кей кезде мысалы простат арнамалы жаңа антигенді қан анализінен көру. Және де күнделікті мына рутин дейді ғой, мысалы күнделікті үйреншікті бір жылда мысалы қан анализдерін, өзінің мысалы жалпы қан анализінде қандай өзгерістер барын, биохимиясы қандай өзгерістер жасап тұру үшін ешкім мысалы қол байлап жатқан жоқ қой. Оның үстіне қазір мысалы жиі-дау шақыратын ОСМС дейді ғой, ол бойынша мысалы бәрі тегін жасауға болады. Сондықтан да кей кезде мысалы адамдар өзін кей кезде уақыт болмайды, жалқаудың ертең деген сияқты. Немесе ауырғанын күтіп жүреді бәрі. Немесе менталитеттің де психологияның да үлесі өте зор. Себебі біздің өкінішке орай біздің отандастарымыз кей кезде мысалы жанына батпайынша қаралуды білім бір дөрекілік деп санай ма, білмеймін, дәрігерге келу өте қиындау. Енді осы қатерлі ісікті емдеу жолдарына тоқталсақ,
мысалы ота арқылы және білеміз гамма пышақ деген техника бар, сол арқылы емдеу басталды. Қайсысы қалай емдеу жүреді және осы операциялардан кейін, отадан кейін адамдардың өмір сүріп кету ар жағында ықтималдығы артып келе жатыр ма әлде қалай? Бұл жерде нақты ажырата білу керек. Онкология ол жалпы тек қана қатерлі ісіктерді ғана зерттемейді, қатерсіз ісіктерді соның ішіне кіреді. Бізде мысалы психологиялық сондай біріне ловушка дейді ғой, тұтқынға жиі түседі науқастар. Сізде онкология дегеннен кейін олар бәрі жаңағы жаман ауру, пәле ауру деп айтады қазақтар қазақи терминдермен. Сөйтіп қорқып жаңағыдай қаралмай кетеді. Ол білуге лайықты нәрсе, себебі ісіктер тек қана қатерлі бола бермейді, қатерсіз ісіктер де бар. Олардың әрине болжамалық мысалы өмір сүру ұзақтығы өте ұзақ, егер дер кезінде табылып, дер кезінде жасалатын болса. Қатерлі ісіктерде бүгін мысалы адамның өліміне тікелей алып келеді деп дөп басып айтуға болмайды. Егер дер кезінде табылған жаңа скрининг бағдарламаларының арқасында табылатын болса, оны емдеп шыққаннан кейін адам емделіп шықты деп айтуға болады, сауықты деп айтуға болады. Ал егер мысалы 3-4 стадияға ауысып кеткен мысалы қиын жағдайдағы аурулар болатын болса, соған қарамастан онкологтардың бүгінгі таңда 5 жылдық, 10 жылдық, 15 жылдық мысалы өмір сүру ұзақтығы ол ешкім таңғалдыра алмайды. Неге десеңіз, қазір күнделікті медицина орнында тұрған жоқ. Әрдайым ілгері басып, жаңадан химия препараттар, таргетті, мысалы ағылшынша таргет деген, мысалы белгілі бір мақсатты тікелей ісікке ұратын препараттар үлкен бір тобы ашылып жатыр. Иммунотерапия қазір көп үміт күттіретін, мысалы иммунотерапияның жолдары бар. Ал гамма-нож болатын болса, бұл тек қана бас сүйектің ішінде, яғни бас мидың ішінде орналасқан тек қана қатерлі және қатерсіздіктер емес, сонымен қатар қан тамырларының ауруларын, функционалдық ауруларды емдейтін өте бір жақсы аппарат деп санаймын. Біз өзіміз осы 21 жылы ашылғалы жұмыс істеп келе жатырмыз, және де сол 3 жылдың ішінде біз 1300-ден аса науқастарды емдеп шықтық. Жалпы алғашында біз тек қана өзіміз қорқақтап бастадық. Неге десеңіз, себебі біз тек қана әдебиет парақтарындағы көрсеткіштерге, жаңа статистикалық анализге ғана қарап, сол нәтижелерге сүйендік. Ал енді біз өзіміз алғашқы жылдар емделіп шыққан науқастардың нәтижесін көре тұра, біз енді өзіміздің жалпы статистикалық қорымыз пайда болды, өзіміз нәтижесіне көз жеткіздік, және де бұл гамма-нождың ашылуы меніңше Қазақстан медицинасындағы, Қазақстан нейрохирургиясындағы үлкен бір жетістік деп санаймын. Оның үстіне Орта Азияда бірінші болып Қазақстанда пайда болған. Бүгінгі кезде бұл өкінішке орай меніңше бұл Орта Азияда алғашқысы да, тұңғышы да. Неге десеңіз, гамма-нож популяция бойынша халық санына қарағанда бір гамма-нож шамамен 8-10 миллионға лайықты болып саналады. Яғни бүгінгі таңда бір гамма-нож ол жеткіліксіз. Бізге сол Орта Азия көршілес мемлекеттерден келіп емделетіндер бар ма? Келді, болды. Мысалы көршілес елдерден, Ресейден келген науқастар болды, Украинадан келген науқастар, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдерінен келген науқастар. Жаңа бір сұрақ қалып кетті. Осы қауіпсіз, қатерсіз дедік қой, қатерсіз ісік дедік қой. Ол қатерліге ұласып кетуі мүмкін ба уақыт өте келе әлде? Ісіктің түріне байланысты. Егер біз мысалы бас мидың біріншілік глиомаларын алатын болсақ, олар негізі қатерлі болып саналғанмен, бірақ олар потенциалды қатерліге ауысып кету потенциалы жоғары. Яғни 10 жыл болсын, 15 жыл болсын, ертелі-кеш әйтеуір қатерлену дәрежесі жоғары ісіктердің тобынан. Кейбір мысалы кейбір ісіктер қатерлі күйінде мысалы дами береді, яғни ол қатерленбейді, немесе өте сирек жағдайда ғана қатерліге ауысып кетуі мүмкін. Жақсы, ендеше гамма пышақпен жасалатын отаны айтып өтейік. Қалай ол несімен ерекше болып тұр қарапайым дәстүрлі отадан? Бұл сұрақ негізі өте өзекті. Неге десеңіз, дүниежүзі бойынша қазір бізде радиофобия кеңінен дамыған. Радиация деп еститін болса, ол білмеймін, бұрындар Қазақстан, қазақ халқын жаңа Семей полигоны болсын, әртүрлі жаңағыдай фантомды нелер, үрей қорқыныш өте жоғары болған болса керек. Сол себепті соның бір салдары ма деп кейде ойлаймыз.
Бұл жерде керісінше радиация, мысалы иондаушы сәулелер дейді ғой, иондаушы сәулелер керісінше адамдарға көмектесуге бағытталған. Яғни гамма-нождың негізінде кобальт 60 деген радиоактивті зат бар, және 192 бас, мысалы гамма-нождың ішінде жатқан науқастың басының жан жағынан мысалы бойлай 192 әртүрлі жаңа өткізгіш түтікшелер болады. Сол кобальт 60-тың жаңа сәулелерін әрбір түтікшеден өткізіп, олардың жеке өз басы қауіпсіз болып саналады, но олардың бүкіл потенциал кинетикалық күші именно сол патологиялық ошақта бәрі шоғырланады да, бүкіл энергиясы сол жерде мысалы іске асырылады. Соның негізінде мысалы ісікті егер алатын болсақ, ісіктердің өзінің ДНК-сы болады, өзіңіз білесіз. Бұл яғни өсуіне жауап беретін, өсуіне жауапты жаңағыдай материал, яғни көбеюіне түрткі болатын материал. Сол ДНК-ны бұзғандықтан ісіктің өсуі тоқтайды. Яғни біз оны бақылау астына алуға жақсы бір мүмкіндікке ие боламыз соның нәтижесінде. Егер біз қан тамырлық патологиялар, мысалы фистулаларды және артериовенозды мальформацияларды айтатын болсақ, ол кезде тамырлардың ішіндегі жаңағыдай қабыну үрдістерін тудырады, жаңағы күйдіру мәселесі гамма-нождың есебінде. Сол қабыну тамырлар кемерінің жаңағыдай тарылуына алып келеді біріншіден, және де қанмен қамтамасыз етілуін нашарлатады. Яғни уақыт өте келе ол ісіктің қоректік несі де бұзылады, қорек келмей қалады. Ал егер қан тамырлық патология болатын болса, ол өздігімен жаңағыдай тамырлары жабылып, сөйтіп көлемі кішірейіп, мүлдем мысалы жоғалуы мүмкін. Ондайда. Но бірақ бір ерекшелігі гамма-нождан кейін егер қан тамырлық патологияларды алсақ, оларды бақылау уақыты өте ұзақ. 3-5 жылдан одан артық. Гамма-нождың, гамма пышақтың көмегімен адамның бас сүйегін қозғамай, терісіне тимей операция жасалады ғой, сонда операция. Бірақ неге оны тек қана осы гамма пышақ арқылы емдемеске, неге дәстүрлі медицинамен әлде емделіп келе жатыр? Себебі әрбір айла тәсілінің өзінің шектеулері болады. Көрсеткіштері болады, қарсы көрсеткіштері. Сол себепті біз кез келген науқастарды ала бермейміз. Неге десеңіз, әрбір науқастың ауру тарихы ол консилиум негізінде шешіледі. Операция жасау керек па, жоқ әлде тікелей жаңағыдай гамма-нождың көмегімен жасаймыз ба, жоқ әлде жай бақылауда қалдырамыз ба, солай шешіледі кешенді. Гамма-нождың өзінің ерекшелігі бар, себебі дозасы өте жоғары. Егер біз бәрін мысалы үлкен кең ауқымды құрылымдарды үлкен дозамен күйдіретін болсақ, сәйкесінше біз күйік шалдыру дейді, қарапайым тілмен, үлкен дозамен сәулелік некроз немесе сәулелік асқынуларды шақыру мүмкіншілігі көбейе түседі. Сондықтан да өзінің бір шектеулері бар. Көп жағдайда 3,5 сантиметрден аспау керек негізгі бұл көрсеткіштері. Және де басқа да факторлар бар, тек қана біз көлеміне қарамаймыз. Сол факторлардың бәрі егер лайықты болатын болса, әрине біз гамма-нож жасаймыз. Егер белгілі бір факторлармен гамма-нождың қаупі тым жоғары болатын болса, онда біз дәстүрлі операцияны науқасқа операция жасау керек деп түсіндіреміз. Осы гамма пышақ туралы ізденген кезде маған қатты ұнады, техниканың жетістігі деп айтуға болады ғой. Бірақ бұл тек қана мидың қатерлісігіне ғана арналған. Мүмкін бұл онкологтарға қойылатын сұрақ шығар, дегенмен сұрағым келіп тұр. Неге мысалы басқа жердегі қатерлісіктерге әлі күнге дейін бұндай техника пайда болмай тұр? Жоқ, ол мұндай техника дамымады деп айтуға болмайды. Неге десеңіз, бірінші егер алдымен гамма-нож жауап берейін. Гамма-нож көбісі жаңа көп науқастар өзіңіз сияқты айтады, неге мысалы өкпе обырына немесе басқа асқазан обырына неге гамма-нож қолдануға болмайды деп өзінің бір сол бір кемшілігі деп сөйтіп санайды. Біріншіден, егер тарихқа жүгінсек, сол гамма-нож ойлап тапқан кісі ол швед нейрохирургы Ларс Лексел деген кісі. Ол нейрохирург болғандықтан ол тек қана сол миға байланысты ауруларды зерттеуге соны жасап құрған аппаратурасы. Ол яғни жаңағыдай өкпе ісігін емдеуді, мысалы асқазан ісігін емдеуді ойлаған жоқ. Ол тек қана сол бас миға, нейрохирург болғаннан кейін әрине өзінің саласын ойлайды ғой.
Вот. Ал мысалы жалпы онкологияда мысалы ішкі құрылымдарды емдейтін кейбір нұш мысалы бар, жаңағы линейный ускоритель дейді, солар мысалы кең ауқымды аппаратура өте жақсы. Олардың және даму сатылары да бір орында тұрып қалмаған, жыл сайын олар дамып келе жатыр. Олардың точный ғой, прецизионность мысалы дәлдігі жыл сайын, жыл санап жаңағыдай жақсарып келе жатыр. Сондықтан да басқа онкологияда гамма-нуждан басқа аппаратура жоқ деп, ол меніңше дұрыс емес деп ойлаймын. Түсінікті. Жалпы енді барлық адам болашақта қатерлі ісікке шалдығуы мүмкін дедік қой, ықтималдығы жоғары дедік қой. Дегенмен қалай күтім жасаса болады енді өзіне? Бірінші кезекте айта кететін жайт, қатерлі ісік болсын, қатерсіз ісік болсын, оны алдын алудың 100%-ық айла тәсілі жоқ, өкінішке орай. Себебі жалпы онкогенез, яғни ісіктердің даму үрдісі өте көп факторлы. Оны тек қана бір дөп басып айтатын себептер болмайды. Ол экология деп айтамыз, жаңа генетикалық үлесі болады, және де мысалы өкпе рагын алып келетін жиі мысалы темекі шегу сияқты тағамға байланысты бір ерекшеліктер болады. Сондықтан да мысалы тоқ ішек, мысалы тік ішек рагын алып келетін мысалы көбісі жаңағыдай қызыл ет дейді ғой, мысалы ет өнімдері, соларды шектеу керек деп айтады. Себебі олардың үлесі сол ісіктердің көбеюіне алып келуі мүмкін деген болжам бар. Біз қолымыздан келген әсерлеріміз сол жаңа ЗОЖ дейді ғой, енді қазақша баламасы сөз болатын шығар, я салауатты өмір салты. Яғни жаңағыдай белсенділік, спорт, мысалы тағамға байланысты пайдалы тағамдар жеу, жеміс, жаңа антиоксиданты көп, мысалы жеміс-жидек, көкөніс болсын, солар көбіне. Потому что урбанизацияның негізінде қазір адамның жалпы белсенділігі, жүріс қимылы бәрі азайып келе жатыр. Сондықтан қан жүгірту, иммунитетке көмектесу, денсаулық көп жағдайда мысалы адамның өзіне байланысты. Дүниежүзілік сақтау ұйымының өзі де мысалы өзі айтатын 70% ол адамның өзіне байланысты деген сияқты. Біз кей кезде өз ағзамыздың беріп жатқан сигналдарына көп елемейміз, шыны керек. Құлақ аспаймыз. Кей кезде мысалы егер бір жеріміз ауырып қалатын болса, уақытша ғой, өзімен өзі кетеді деген сияқты сөйтіп мән бермей қоямыз. Егер бірнеке мазалайтын болса, шамдар пайда болатын болса, онда дәрігерге баруды ұзақ қалдырудың қажеті жоқ. Ағзаның беретін белгілері деп жатыр қой. Осы жерде мынандай нәрсе бар еді. Мидың мысалы ауырсыну рецепторлары жоқ дейді. Демек, мидағы қатерлі ісіктің белгілерін адамдарда тез арада білмеуі мүмкін ғой, егер ол ауырсыну рецепторлары жоқ болса. Мысалы бас ауру. Егер бас мидың мысалы органикалық аурулары бар адамдар 80% жағдайда басты біріншілік шағымдары ол бас ауру. Яғни ол ішкі қан қысымы деп ғой, ішкі мысалы бас сүйекшіндегі қысым үлкейгендіктен адамның жаңағыдай интенсивті түрде бас ауру біріншілік шағым болып саналады. Көп жағдайда, ол бүкіл жағдайда емес. Және де айта кететін жайт, бас миының өзінің ауруды сезетін рецепторлары жоқ. Дұрыс айттыңыз, яғни сол себепті кей кезде операциялар мысалы наркоз жүргізіледі. Ондай да операциялар бар. Но бірақ тамырлардың мысалы нерв талшықтары, бас мидың қаптайтын ішінде сыртына орналасқан мысалы қапшықтар болады. Сол қапшықтарда бас ауру сезетін рецепторлары бар. Сондықтан да бас ауру ол егер интенсивті түрде мысалы дәріге көнбейтін, күнделікті қоймайтын, азаймайтын болатын болса, онда тез арада дәрігерге жүгінуге тура келеді. Онымен қатар мысалы біз жалпы милық шағымдарды мысалы ажыратамыз. Сол жаңағыдай бас ауру, жүрек айну, құсу деген сияқты, және де ошақтық. Ол егер мысалы белгілі бір функционалды аймақта орналасатын болса, патология көз көруіне мысалы әсер етуі мүмкін, яғни соған сәйкесінше көз көруінің нашарлауы болуы мүмкін. Егер мысалы моторлық аймақтарға жақын болатын болса, яғни адамның қимыл қозғалысы нашарлай бастайды. Аяқ қолы болсын, сақ-сақтар болсын, әйтеуір бірте-бірте сол алғашқы белгілер болып саналады. Егер мысалы сөз сөйлеу
речевой центр дейді, сөз сөйлеу мысалы аймағына жақын орналасқан патология болатын болса, сәйкесінше адамның тілі күрмеленіп, сөйлеу қабілетін мысалы нашарлайды. Сол кезде уже адам ойланып, дер кезінде дәрігерге қаралуы тиіс. Және осы тіл күрмелуі инсульттың да бір белгісі болуы мүмкін, иә? Жаңа наркозсыз ота жасау туралы айттық қой, сол процесс қалай болады және мысалы қанша уақыттан қанша уақытқа дейін созылады әдетте ота? Отаның негізі регламенті болмайды. Жиі науқастардың қоятын сұрақтары операция қаншалық созылады. Бұл жерде қанша керек сонша созылады. 1 сағат бола ма, 2 сағатпен шектеле ма, тіпті 16 сағат бола ма. Жеке өз басы менің есімнен қалған ең ұзақ, мысалы менің тәжірибемде, мысалы мен қатысқан операция 21 сағатқа созылған. Үзіліспен 21 сағат. Қатерлі ісікке? Жоқ, ол қатерсіз ісік болды, бірақ орналасқан жері өте терең болды және де көлемі үлкен болды. Сондықтан да жақындарда орналасқан тамырлар болсын, нерв талшықтары, соларды ажыратуға ұзақ уақыт кетті. Ал сіздің жаңа қойған сұрағыңыз, жаңа мен айтқан функционалды зонада егер патология, мысалы ісік болсын, басқа бір көбіне ісіктер ғой, ісік орналасатын болса, егер біз наркозды жасайтын болсақ, бас мида біз кей кезде мысалы ол талшықтарды ажырата алмай, адамға мысалы нұқсан келтіруіміз мүмкін. Яғни операциядан кейін оянған адам немесе сөйлеу қабілетін айырылады, немесе бір аяқ қолы сал болып қалады, сол сияқты. Сондықтан да немесе ұйқыға батырып, мысалы наркоздағы науқастар доступ дейді ғой, мысалы біз тек қана мысалы бас сүйегін жасап трепанация жасау кезінде ол ұйықтап жатады, ал жаңа негізгі этапына жеткен кезде адамды оятады. Ол жерде анестезиологтардың көмегі ұшан теңіз. Егер анестезиолог көмек жарамсыз болатын болса, сапалы нейрохирургиялық операцияны жасау мүмкін емес. Немесе кей жағдайда болады, операцияны басынан бастап, сол негізгі этапына дейін науқас жергілікті жансыздыру арқылы, яғни ешқандай наркозсыз сондай операциялар жасалады. Мәселен, жаңа өзіңіз атап кеткен гомонож кезінде біз наркоз қолданбаймыз, өте сирек жағдайда. Егер науқастың бір психикалық ауытқулар болатын болса, яғни ол командаларын орындамай, тыныш жатпай деген сияқты, оны кішкене седациялау, тыныштандыру мақсатымен жеңіл желпі наркоз берілуі мүмкін. Немесе кішкентай балдарда. Әрине кішкентай балдар мазасыз болады, жатпайды, сол кезде наркоз. Сонда сіздер команданы орындамау дегенде, сонда ота барысында науқаспен сөйлесіп? Әрине. Өте қызық. Ендеше қатерлі ісік туралы айттық қой, инсульт жаңағы туралы айтайықшы. Қазір инсульттың саны да өте көбейіп кеткен, оның үстіне балалардың арасында да инсульт бар. Оның себебі неде? Ол рас, жасарып келе жатыр. Бірақ дегенмен исключение дейді ғой. Ол жалпылама мысалы ережелерден бір тыс шығатын өзгеше бір нелі факторлар болады. Бірақ көбіне негізгі факторлар инсультке алып келетін ол әрине жас, яғни егде тартқан кісілерде жиірек кездеседі. Ол бір, екіншіден тағы бір алып келетін фактор ол артериалдық гипертензия, яғни қан қысымы жоғары болу. Және де мынау кең ауқымды, кең спектрдегі мысалы алдын алу шаралары қолданылып жатқанына қарамастан, бүгінгі таңда мысалы өлім жітім пайыздық үлесін алғанда жүрек қан тамыр аурулары бірінші орында дүниежүзі бойынша. Бұл профилактиканың жақсаруына байланысты, қаншама әртүрлі сан алуан операциялардың енгізілуіне байланысты, препараттардың мысалы фармакологияның түрлі түсті препараттарының енгізілуіне қарамастан, өкінішке орай бүгінгі таңда бірінші кезекте сол өлім бойынша медицинада құрылымдық пайыздық үлесінде жүрек қан тамыр аурулар бірінші кезекте. Сондықтан да 45-тен 50-ден мысалы асқан науқастарды егер гипертензиясы, транзиторлы ишемиялық атака дейді, яғни нышандары, инсульттың алғашқы белгілері нышандары, егер жоғары қан қысымы болатын болса, ол дәрілерді түсіретін дәрілерді, мысалы қан қысымын, қан сұйылтатын дәрілерді дер кезінде өткізбей уақытысымен ішіп тұру қажет. Сол кезде ол уже дәлелденген нәрсе инсульттың болу қаупін күрт азайтады. Мысалы 55-тен асқан науқастарда инсульт кездесу қаупі 2 еселенеді. Мысалы әр 10 жыл сайын 2 еселеніп тұрады. Сондықтан да экологияның мүмкін әсері бар шығар да көбірек.
Көбіне оған негізі мен келіспес едім. Неге десеңіз, бәрібір қанша дегенмен адамның жасына байланысты. Жаңа біз айттық қой, егер онкологияда өзінің рагына мысалы жасымен жететін адамдар болатын болса, бұл жерде де инсульт. Бұл шын мәнісінде үлкен жетістік. Медицинаның заманауи жалпы өркениеттің. Мысалы 70-ке, 80-ге, 90-ға жеткен қаншама адамдарымыз бар. Но бірақ сонымен қатар адам жас өте келе тек қана даналығын, ақыл есін ұштай бермейді. Сонымен қатар созылмалы ауруларды күрт көбейеді. Бірақ балалардың арасындағы инсульт туралы айтпай кеттіңіз ғой. Бар. Бұл негізі қан құйылу, ишемиялық мысалы инсульттер біз ажыратамыз, немесе қан құйылумен жүретін инсульттарды ажыратамыз. Егер қан құйылу алатын болсақ, бұл тек қана инсульт жалпылама сөз ғана, жаңағы термин түсіндіретін. Оның себептері сан алуан. Мүмкін балада туа пайда болған мысалы васкулопатиялар, яғни қан тамырларының өзіндік мысалы қабынуға үйір мысалы аурулары болуы мүмкін, яғни жарылуына алып келетін. Немесе қан тамырларының функционалдық жеткіліксіздігінен пайда болатын қан құйылулар болады. Немесе туа пайда болған ақаулар болады. Кей кезде жаңа мен айтып кеткен аневризмалар болуы мүмкін, жаңа мальформациялар, соларда жарылып инсульттарға алып келуі мүмкін. Сондықтан да бәрін жалпылама бір топқа ығыстырудың, тықпалаудың қажет жоқ. Себептері санаулы болуы мүмкін. Ал егер біз кәдімгі мысалы қан құйылу немесе ишемиялық инсульт алатын болсақ, негізгі жаңа мен атап кеткен ол егде тартқан жас, қауіп факторы және де артериалды гипертензия. Қосымша аурулары қант диабеті мысалы, олардың мысалы тамырлардың жұмыс істеуіне, тамырлардың мысалы қабырғаларына теріс әсерін тигізеді, яғни оның жарылу қаупін күрт жоғарылатады. Осындай факторлар негізі өте көп. Сондықтан да алдын алу инсульттің ол да қиынның қиыны. Бірақ жаңағыдай айтқандай салауатты өмір салты, жаңағы дәрілерді дер кезінде қабылдау, ол инсульттің кездесу мүмкіншілігін күрт азайтады. Миға қан құйылу туралы айтып кеттіңіз ғой жаңа. Бір мынандай нәрселер бар, естіп жүреміз ғой халықтың ішінде, мысалы төбелесте немесе бір соққы алғаннан, үйге келіп жатып қалғаннан кейін ертесіне оянбай қалатын. Бірақ ешқандай аурудың сесі білінбеген. Осы жағдайдың қан құйылуымен миға қатысы бар ма? Не үшін оянбай қалуы мүмкін? Мысалы бір тамыр жарылды делік, кішігірім. Бірақ ол өздігінен мысалы қан тоқтамаса, бәрібір уақыт өте келе жаңағыдай оның көлемі ұлғая береді, және сол аралықта науқас мысалы өзінің аурушаңдығын білдірмеуі мүмкін. Сол себепті мысалы келіп жаңағыдай ұйықтап немесе даже белсенді жүргеннің өзіне уақыт өте келе бір өзгерістер пайда болған қоршаған адамдары соған назар аударады. Яғни өзімен өзі тыныш жүрген адам белгілі бір себептермен жаңағыдай ұйқышылдығы пайда болды, жаңағыдай кішкене адекваттылығы төмендеді, жаңағыдай когнитивті функциялар, диалогқа мысалы сұрақтарға жауап беру қиындады деген сияқты. Вот. Ол не дегеніміз? Жаңағыдай қан гематома дейді ғой, енді қан көбейген сайын бас миында ығыстыру, қысу, жаншу күші де ұлғая түседі. Соған қарап кей кезде мысалы светлый промежуток дейді, адам шынымен жаңағыдай жарақаттан кейін өз-өзіне келіп жаңағыдай қалыпты, бәрі жақсы деп үйіне кетіп қалып, кейін нашарлап жатқан жағдайлар болып тұрады. Сол себепті нейрохирургтар әсіресе мына экстренный шұғыл түрде шұғыл нейрохирургияда кезекшілікте жүретін нейрохирургтар оны біледі, және де олар мысалы керекті мысалы диагностикалық құралдардың КТ болсын, жаңағыдай әртүрлі инструменталды зерттеу нәтижесінде олар мысалы болжамалы түрде айта алады, бұл науқас аурухана жатқызған жөн, немесе бұл кісілерді мысалы шығарып жіберіп жаңағы амбулаторлы емдеуге болады деп өздері не қылады. Ондай шынымен рас, ондай жағдайлар болып тұрды, нейрохирургтар оны біледі, және де соған қарап шұғыл нейрохирургияда міндетті түрде компьютерный томография жасайды науқастарға. Яғни қазіргі жағдайын және болашақтағы жағдайын болжамдау үшін шараларды қолданады. Дегенмен ондай кездесіп тұрады. Ал ми шайқалуына келсек, бұған негізі көп адамдар өздері үйде осылай бастау өстіп жіберіп емдеп жібереді ғой ата-анамыз. Бірақ оның да қауіп
қаупі бар ма? Болашақта мысалы ісікке әкелуі мүмкін ба деген сияқты. Ми шайқалу деген сотрясение ғой. Иә, сотрясение мозга. Ми шайқалу негізі ол бас ми жарақатының жеңіл түрі болып саналады. Және де ол функционалды қалпына келетін. Яғни ол өзінің органикалық бір көріністері болмайды. Мысалы компьютерная томография, магнитно-резонансты томографияда санның өзінде ешқандай бір өзгеріс таба алмайсыз. Ол ультра жаңағыдай микро жаңағыдай тіпті жасушалардың негізінде немесе олардың бір талшықтарының негізінде өтетін бір функционалды өзгерістердің салдары. Сіз оған көз жеткізе алмайсыз. Тек қана клиникалық симптомдарына қарап, мысалы жүрек айнуы мүмкін, бас ауруы мүмкін деген сияқты. Көп жағдайда мысалы шетелде егер бізде бұрындары ауруханаға жатқызатын болса, бірақ соңғы кездері амбулаторлы мысалы үйіне шығарып жаңағыдай емделуге рекомендация береді. Шетелде сондай. Олар жаңағыдай егер шынымен ми шайқалу деген диагноз қойылатын болса, көп жағдайда ол амбулаторный үй жағдайында больничный ашып, кәдімгідей 7-10 күннің ішінде постельный режим жаңағыдай тыныштандыратын симптоматикалық еммен жүргізілетін сол ем негізінде үй жағдайында емделеді. Ал болашақта енді ол іске алып келеді деген ол негізі еш жерде дәлелденбеген. Болжамалы түрде ондай болжамдар кезінде шығарып кейбір ғалымдар алдыға сондай бір болжамдар шығарып жүрді. Бірақ олар ми шайқалуын емес, көбіне жаңағыдай ауыр бас ми жарақатын сондай болжамалы түрде жасады. Но бірақ тікелей байланыс бүгінгі таңда ол дәлелденбеген. Мидың тағы бір қатар өте қорқынышты аурулар бар ғой, Паркинсон, Альцгеймер, деменция деген сияқты. Соларға жекелей тоқталайықшы. Мысалы Паркинсонға не нәрсе әсер етеді және одан қалай емделу керек, және қандай белгі болса дәрігерге қаралу керек? Паркинсон ауру негізі оның тарихи ашылуы өте қызық. Джеймс Паркинсон деген ағылшын дәрігер кезінде ол тікелей бір медициналық практикада оны жазбаған. 66 беттік монографиясы бар, мақаласы шыққан кезінде. Сол кезде Лондонның мысалы егде тартқан кісілерін сипаттап, олардың ауру белгілерін жазған. Егер мен қателеспесем 6-7 науқастың сондай. Және де өте жаңағыдай кішігірім жаңағыдай белгілеріне дейін бәрін әдемілеп тұрып сипаттаған. Сол себепті уақыт өте келе жаңағыдай тағы бір басқа бір Францияның тағы бір өте атақты тумасы Жан-Мартен Шарко деген невропатолог сол Паркинсонның атына соның еңбегі сіңді. Сол ауруды жаңа Джеймс Паркинсонның атымен атап қояқ деп айтып кеткен. Содан бері Паркинсон ауру болып кеткен. Бұл жерде патогенезі өте қиын. Біз жаңа мен айттым ғой, бас мида импульстар бір-бірімен мысалы бір нейроннан бір мысалы талшықтан екінші талшыққа секіріп тұрады. Олар бір-бірімен былай жанасып тұрмайды. Олардың арасында кеңістік болады. Сол кеңістіктерден импульс екінші көпір деп айтайық, енді тікелей көпір жоқ. Бір талшықтан екінші талшыққа секіру үшін медиатор дейді. Ол яғни белгілі бір зат. Ол әртүрлі медиаторлар болады. Сол медиаторлар бөлінгеннен кейін медиатордың көмегімен жаңағыдай импульс екінші жерге сөйтіп таралып жүреді. Паркинсон ауру кезінде біріншіден бас мида қара субстанция деген құрылым бар. Сол қара субстанцияда дофамин деген дофамині бар жүйкелер жаңағыдай нерв жасушалары орналасқан. Солардың ыдырауы, құлдырауы пайда болады. Ол негізгі патогенезі сонда. Яғни дофамин азаяды, күрт азаяды, және де мына адамның қимыл қозғалысына жауап беретін мысалы функциясы сәйкесінше жаңағыдай нұқсан келтіреді оған. Және де бұл нерв жасушаларында синуклеин деген белок пайда болады. Яғни нәруыз. Ол қалыпты жағдайда енді оның кездесуі бар, но бірақ дәл осындай формада, дәл осындай құрылымда кездесу ол нормаға жатпайды, ол физиологиялық түрі емес. Сол себепті бұндай науқастарға сәйкесінше бірінші кезекте назар аударатын, мысалы Паркинсон ауруына шалдыққан адамдардың қимыл қозғалысы нашарлайды. Мнемоникалық бір ереже бар, БТР деген, БТР білеміз, мысалы армияда кездесетін БТР, бронетранспортер бар ғой, бірақ БТР мысалы студенттерге сөйтіп түсіндіреді. Есте жақсы
қалу үшін паркинсон ауруын негізі былай БТР брадикинезия, яғни қимыл қозғалысының амплитудасының азаюы, жаңағыдай нашарлауы, баяулауы деген сияқты. Т тремор, яғни қалыпты жағдайда селкілдеп, яғни дірілдеп тұрған күйі саусақтарының, қолдарының болсын. Р деген ригидность, ол яғни бұлшықет тонусының жоғары болуы. Сол негізгі симптомдар солар. Қосымша симптомдары да бар, енді ол мамандарға тиесілі клиникалық белгілері, ол жаңағыдай кең көрермендерге ол керек емес деп ойлаймын. Но негізгі сол БТР. Паркинсон ауру кезінде леводопа деген дәрі ашылған кезде ол шынымен революция болып саналды. Себебі леводопаның көмегімен бұл науқастар ұзақ жылдар бойы ешбір жаңағыдай өмір сапасын енді әрине қалыптыға қарағанда сәл төмендеу, но бірақ бұрынғы күйді ұстап тұру, кездесетін күйін мысалы жақсартуға көмектесті. Бірақ ұзақ жылдар бойы бұл созылмалы аурулы ғой. Сондықтан да бірақ ұзақ жылдар бойы леводопаны қолданып келген науқастарда кез келген дәрінің өзінің побочный эффекттері дейді ғой, сол теріс әсерлер көріне бастады. Біз бүгінгі таңда мысалы дүниежүзі бойынша мысалы стадияларды егер бөлтейтін болсақ, мысалы 3-4 стадиядан бастап нейрохирург бұл командаға қосылады, және емдеу командасына. Себебі мұндай науқастарға операция жасауға мүмкіндік болады. Көбіне жаңағыдай ол стимуляциялық, деструктивті емес, стимуляциялық операциялар жасалады. Яғни DBS дейді, Deep Brain Stimulation, ол яғни терең мысалы бас ми құрылымдарын стимуляция жасау, яғни дофаминнің көбірек бөлінуіне алып келетін операциялар. Олар жасалады, біздің центрде жасалады, Қазақстан бойынша басқа ауруханаларда жасалады. Және де сол паркинсон ауруы кезінде альтернативті, егер мысалы ашық түрде операция қарсы көрсеткіш болатын болса, гамма-ножада мысалы функционалдық операция ретінде сол паркинсон ауруына эссенциальный тремор болсын, паркинсон ауруы болсын, гамма-ножда қолдануға болады. Мен осы туралы оқыған кезде паркинсон туралы көбінесе әйел адамдарға қарағанда ер адамдар көбірек шалдығады деді. Не үшін? Оған білмеймін, енді әртүрлі болжамдар айтылады. Мүмкін ер кісілердің жаңа токсикалық мысалы әсерлерге жиі шалдығуынан болар ма, кім біледі, болжамдар әртүрлі. Но бірақ паркинсон ауруын тағы бір өте қызықты медициналық факт, мысалы темекі шегу және де кофеины бар, мысалы кофе, көбіне кофе ғой, кофеины бар мысалы сұйықтарды ішу, ол паркинсон ауруының антифактор болып саналады. Яғни бұл науқастарда жаңа паркинсон ауруына сиректеу кездеседі. Но бірақ жаңа көрермен жаңа дәрігер темек шегу керек, соны қолдап жатыр деп ойламау керек. Себебі егер темек шегетін болса, ол көбіне өкпе рагын алып келуі мүмкін. Ал жалпылама ол сондай бір заңдылық бар, кезінде үлкен бір метаанализ негізінде сөйтіп сондай тұжырым жасалған болатын. Яғни темек шегу және де кофе ішу сол паркинсон ауруының тағы бір алдын алу фактор деп айтса болмайды, антирисковый фактор дейді ғой, антифактор риска. Мынадай гипотезалар айтылған жоқ па? Мысалы эмоцияны көбірек шығармайтындықтан мүмкін жаңағы кофе ішу арқылы, темекі шегу арқылы ер адамдар мүмкін ләззат алып бір деңгейде, сондықтан шалдықпауы мүмкін. Ондай да болжамдар жасалды, бірақ дөп басып айтатын оның себебі табылмаған. Себебі болжамдары сан алуан. 100% жағдайда бәріне лайықты, бәріне қанағаттандыратын гипотеза бүгінгі таңда жоқ. Альцгеймер ауруына келсек, бұл ауруға да осындай себептер, осындай факторлар себеп бола ма, әлде қандай? Альцгеймер ауруы негізі оның патогенезде ұқсас. Бұл жерде жаңағыдай мысалы кез келген үйді алатын болсақ, фундаментімен жаңағыдай іргетасы дейміз ғой, іргетасымен жаңағыдай каркасы мықтылығы соған байланысты. Бұл жерде мысалы бас мида нерв жасушаларын қалыпты деңгейде өзінің қалыпты ұстап тұратын өзінің бір қаңқасы болады, скелет. Сол микро түтікшелер конфигурациясы өзгеріп, жаңағыдай бета-амилоид деген нәрвуздар пайда болады патологиялық. Ол қалыпты жағдайда амилоидың факторлар болады, но бірақ бета-амилоидтың көп шоғырлануы нерв жасушаның ішінде
сол нерв жасушаның ыдырауына алып келеді. Альцгеймер ауру көп жағдайда жаңағы ол да жасарып келе жатыр деп айтады, бірақ негізі ол егде тартқан кісілердің негізі ауруы. Ол да мысалы Альцгеймер ауруына мысалы өмір сүріп келді деген сөз деген сияқты. Вот. Альцгеймер ауру нейрохирургияның нейрохирургиямен зерттелетін ауру болып саналмайды, себебі ол жерде операциялар жасалмайды. Көбіне ол нейробиологиялық және неврологиялық ауру болып саналады. Яғни неврологтардың нейродегенеративті аурулармен айналысатын неврологтардың үлесінде бұл ауру. Сондықтан да нейрохирургияда Альцгеймерді біз кездесе бермейміз. Жалпы деменция деген диагноз ол ауыр диагноз. Оны қою үшін сан алуан психикалық тесттерден, жаңағы когнитивті функцияларын зерттейтін тесттерден өту керек. Себебі оны бет алып жаңағы адамның несіне қарап деменция деген диагноз қою дұрыс емес. Ал бұл аурулардың барлығынан да айығуы мүмкін ба? Өкінішке орай Паркинсон ауруы, Альцгеймер ауруы да 100% емдейтін айла тәсіл жоқ. Олардың жаңағы клиникалық көріністерін, науқастың өмір сапасын жақсарту мақсатымен қолданылатын ем-дом ғана өмір сүруіне, ұзақтығына оң әсер ететін дәрілер қабылдау негізгі мақсат сол. Операцияңда мысалы Паркинсон ауру кезінде қолданылатын операцияда ол радикалды емге жатпайды. Тек қана сол өмір сапасын жақсарту мақсатымен жасалған оталар. Жалпы осылар туралы оқыған кезде менде жалпы ми туралы, мидың аурулары туралы оқыған кезде менде бір кереғар түсініктер қалыптасып қойды. Мысалы Альцгеймер, Паркинсон сияқты ауруларды емдеу үшін адам сканворд шешіп, кітап оқып миға жұмыс істеу керек. Ал мысалы глиотома, мына айтпай кеттік біз, қатерлі ісіктің бір түрі ғой. Ал керісінше глиотомаға интеллекті жоғары адамдар шалдығады дегенді. Глиома, кешіріңіз. Глиомаға интеллекті жоғары адамдар шалдығады деген. Сонда қалай? Енді бұл бір заңдылық бар. Егер біз нейродегенеративті ауруларға алып келетін болсақ, сіздер күніне 100 сканворд, кроссворд мысалы шешкеннің өзінде ол Альцгеймер кездеспейді деген сөз емес. Яғни бұл болу мүмкіншілігін барынша кейінге шегерту. Негізгі сол. Ол тек қана сканвордпен ғана шектелуге болмайды, неге десеңіз, потому что бәрібір ол сканворд деген сіздің сол кездегі белгілі бір білім деңгейіңізге байланысты. Білмейтін нәрселерді сканвордқа мысалы шеше алмайсыз. Ол жерде жалпылама түсіндіру үшін тек қана кроссвордпен шектелмей, бас миға мысалы бұрындары кездеспеген бір тәжірибе, іс тәжірибе керек. Мысалы сіз тілдерді жаттау, тілдерді меңгеру керек деп айтады. Ол жаңадан бір тәжірибе. Бұрындары мысалы айналыспаған бір іс-әрекет, белсенділік болу керек. Тіптен мысалы Жапонияда менің білуімше кішкентай балаларды кішкентай жасынан бастап екі қолмен жазуды үйретеді. Яғни екі ми жарты шарында, екі миды да жарты шарын жаңағыдай тоқтай жұмыс істеуіне мысалы жағдай туғызады. Мысалы өзіңізде таңертеңгісін тұра салысымен жаңағыдай тісіңізді шайғанда, мысалы бетіңіз жуғанда, мысалы сіз оң қол болатын болсаңыз, сол қолмен жасаңыз. Ол да бас ми үшін алғашқы кезде ол өте қиын болады. Но бірақ уақыт өте келе сіз оны меңгересіз. Но бірақ меңгердім деп оны тастауға болмайды. Әрдайым өзіне ізденіс іздеп жүру керек. Жаңадан бір практика. Егер мысалы бұрындары машина айдап меңгермеген болатын болсаңыз, курсқа жазылыңыз. Егер мысалы сіз 5 тілді білетін болсаңыз, 6-шысына көшіңіз, сурет салыңыз, курсқа жазылыңыз, сурет салыңыз, оң қолмен, сол қолмен, тіпті аяқпен де сала берсеңіз болады. Қазір сондай адамдар бар. Әрдайым миға жаңа жұмыс істеп тұру керек. Ол күнделікті рутинді мысалы іс-әрекеттер жаңадан бір тәжірибе болып саналмайды. Ол күнделікті үйреншікті нәрселер. Бұрындары кездеспеген, бұрындары айналыспаған нәрселермен айналысу керек. Ақ шашты мысалы академиктарды алып көріңіз, профессорларды. Былай қарасаңыз 90-ға даже жеткен қаншама академиктердің өздері былай қарасаңыз ақыл есі 25-тегі олармен бірдей. Мысалы өзіміз мақтан тұтатын мысалы академик Төрегел Шарманов 80-нен асқанның өзіне 90-ға таяп қалды ғой, егер қателеспесем, немесе 90-ға жетіп қалды. Бірақ сөзі анық, юморы қандай, өте былай ойлау қабілеті өте жақсы. Және мысалы егер нейрохирургияны алатын болсақ,
мысалы атақты Александр Николаевич Коновалов, мысалы Бурденко институтының ұзақ жылдар бойы, егер қателеспесем 60 жылдан астам мысалы бас нейрохирург кезінде кеңес заманынан келе жатқан, ол 90-ға келді, бірақ қазірдің өзінде өте мысалы Зельдин әртіс 102-ге келіп қайтыс болды. Өмірінің соңына дейін мысалы сахнаға шығып жаңағы қойылымдарға қатысып жүрді. Ол адамның позитивті несіне, өмірге деген позитивті көзқарасына, жаңағыдай зеңпазығына, балалық, жаңа қияли, жаңа бір меңгерем, көрем, міндетті түрде жасағым келеді деген сияқты сондай бір өмірге деген құлшынысының жоғалмауына деп түсінемін. Демек сіз жаңағы глиомаға интеллект жоғары адамдар шалдығады деген жоққа шығарасыз? Енді мен оны жоққа шығаратындай ондай менің құзырымдағы нәрсе емес, бірақ жеке өз басыммен ондайды кездестірген емес. Жалпы ми туралы көп мифтер бар ғой, бірі рас, бірі өтірік әйтеуір. Мысалы, мына сұрақты қойғым келіп отыр. Адамдар өзінің миының құдіретінің 5-10% ғана қолданады деген, бұл қаншалықты рас? Жоқ, мен түгелдей келіспеймін. Және егер бұл сұрақты мысалы нейробиологқа қоятын болсаңыз, сіз оның бірінші кезектегі жауап болып саналасыз. Неге десеңіз, эволюция барысында кез келген ағзаның қорек болсын, энергетикалық қоры өте тапшы. Ол қазіргі таңда біз мысалы 20-21 ғасырға жетіп қана, және қазір кигеніміз көк, жегеніміз тоқ деген сияқты сондай деңгейге жетіп тұрмыз. Ал мысалы егер тарихи эволюцияға қарайтын болсақ, антропогенезге мысалы әрдайым жаңағыдай тапшы болатын. Егер мысалы аң аулап жаңағыдай тамақ алып келетін болса, бүгінге ас бар деген сөз. Кей кезде адам өлімі де ғажап емес, себебі тамақ ішпегендіктен. Сондықтан да бас мида жұмыс істемейтін мүше жоқ. Егер ондай болатын болса, орыстар нахлебник дейді ғой, паразитирующий образ жизни, мысалы паразиттер. Мысалы түк істемей, но бірақ тамақ жеп отырған құрылымды ми, жалпы ағза кешірмейді. Егер жұмыс істемейтін болса, онда міндетті түрде ол атрофияға ұшырайды. Мысалы ұзақ жылдар бойы мысалы қол сынды делік, науқастың гипсте жүрді. Мысалы гипсін шешкеннен кейін қолын екеуін салыстыратын болсаңыз, жаңа бұлшықеттер бәрі семіп қалды, себебі жұмыс істемеді. Бұл жерде сондай бас ми мысалы тіпті адам іштеңке ойламай жатқан кезде де, мысалы түнде ұйықтап жатқан кезде де, мысалы магнитті резонанс томографияны жасап жататын болса, жаңа вспышкалар дейді ғой, әртүрлі деңгейде мысалы шығып тұрады. Мысалы бүгін сіз мен үміттенемін, жаңа бір өзіңізге бір жаңалық ашып менің айтқанымнан бір жаңа бір фактілер егер меңгерген болатын болсаңыз, бүгін шаршап шалдық үйге барасыз, ұйықтайсыз түнде. Сол кезде егер миыңызды магнитті резонанс томографияға түсіретін болсақ, сол жерде сіздердің жаңағыдай әртүрлі аймағына жаңағы вспышкаларды көресіз. Мысалы бүгінгі айтқан впечатление дейді ғой, бүгінгі айтқан мысалы факторларды сіз ұйықтап жатқан кезде миыңыз не көрдім, не білдім деген нәрселерді, ол қайсысы керек, қайсы деректің керек емес, қайсы мусорға жіберу керек деген сияқты сондай бір өзінің жұмысын атқарады. Және де сіз мысалы ұйықтап жатқанда сіз оны ойламайсыз ғой, сіз ойланбай мысалы демаласыз. Жүрегіңіз жұмыс істейді, ішкі құрылымдарыңыз жұмыс істейді. Оның бәріне жаңағыдай реттеуші болып отырған бас миыңыз. Сіз оны ойланбайсыз. Сіз қазір мысалы менімен сөйлесіп, бірақ сіз тыныс алуыңызға мысалы жауап бермейсіз. Ішкі мысалы құрылымдарыңыз жұмыс істеуіне ешқандай әсеріңіз жоқ. Оны бас ми өзі жаңағыдай реттеп отырады. Сондықтан да сіз ұйықтап жатқанда да сіз мысалы тыныс алуды доғармайсыз ғой. Жүрек соғысыңыз доғармайды. Оларды мысалы реттеп отыру керек. Соған реттейтін мысалы аймақтар түнде мысалы белсенді болады. Кейбіреулер күндіз мысалы демалып жатады. Сондықтан да ол 24/7 ол ешқашан да тоқтамайтын нәрсе. Және нейрохирург ретінде мысалы айтатыным, егер 5-10% ғана жұмыс істейтін болса, 90% сонда керек болмай тұр ғой, онда нейрохирургтар операцияны жасағанда микроскоп қолданбай бәрін қопарып сөйтіп операция жасайтын еді. Ал шын мәнісінде ол зергерлік жұмыс. Себебі жаңағы сапер сияқты миллиметр солға, миллиметр оңға ол науқасқа нұқсан келтіруіңіз мүмкін. Оны мүгедек қылуыңыз мүмкін. Себебі бос аймақтар, ештеңкеге жауап бермейтін жаңағыдай аймақтар ол жоқ мида.
мидың жаңағы эмоцияға осы жаққа қарай ауысып келе жатырмыз ғой енді. Қай бөлігі эмоцияларға жауап береді, және мысалы амигдала деген түсінік бар, бөлік бар, сол қалай жұмыс істейді? Енді амигдал, кейбір нейробиологтар айтады, амигдал мысалы миндаль тәрізді, жаңағыдай кезінде бұршақ деймін, баламасының миндалевидный тело, миндаль тәрізді зат. Көбінесе айтады, эмоцияларға жауап береді. Но бірақ эмоция дегенде негізі бұл самай бөлігінің ішкі құрылымында, яғни тереңде орналасқан құрылым болып саналады. Кезінде мүмкін секцияларда ежелгі ғалымдарға шынымен де жаңағы амигдалдың түрін есіне түсірген болар, ол жағын білмеймін. Но бірақ солай атап кетті. Ол да ықылым заманнан келе жатқан атауы. Либидо дейді ғой, мысалы жыныстық қатынасқа деген құлшыныс, соған жауап береді. Және де үрей қорқыныш орталығы болып саналады амигдала. Және де жағымсыз эволюциялық тұрғыда сіз мысалы басыңыздан кешірген бір жағымсыз бір обстоятельстволар болды. Келесіде сіз мысалы сол кісіге жоламайсыз, немесе сол тағамға жоламай, бір уланып қалған мысалы тағамға жоламайсыз. Сол бір предохраняющий жаңағыдай амигдал жаңағыдай екінші рет жаңағыдай сол жағымсыз тәжірибеге тап болмасын деген сізді ұстап тұратын әрдайым бір орталық болып саналады. Но бірақ дөп басып эмоция тек қана осыған байланысты деп айтуға болмайды. Себебі кей кезде мысалы нейрохирургтар біледі, самай бөлігін түгелмен алып тастайтын кездерде болады. Мысалы эпилепсия кезінде, әртүрлі операцияларды, жарақат кезінде, ісік кезінде. Но бірақ адамның эмоциялық тұрғыда еш өзгерістер пайда болмайды. Сондықтан да оны тек қана дөп басып жаңағыдай бір нүктені көрсетіп, мынау осыған жауап беретін орталық, мынау осыған жауап беретін орталық деп айтуға болмайды. Бас ми өте күрделі құрылым. Бір-бірімен қаншама талшықтар бір-бірімен араласып жатыр. Тіпті бір жүйке жасушасы өліп кеткеннен кейін екіншісі оның қызметін жартылай өзіне алуы мүмкін. Сондықтан да сіздер мысалы айтады ғой, ұзақ өмір сүру үшін әрдайым жаңа мен айтып кеттім, өз-өзіне адам деген қосымша білім, біліктілік, қосымша бір тәжірибе әрдайым үйрену керек. Соған бір үйір болу керек. Ол жерде жаңа нервтер қайтадан пайда болмайды, но бірақ олардың сапалы құрылымы жақсара түседі. Жаңа мен айттым ғой, синапстар, ол яғни талшықтардың бір-бірімен көршілес жанасуы, сондай байланыстардың күрт көбеюінде. Ол кезде жаңағыдай тым белсенді мысалы балалық шақта дамып келеді. Сондықтан да кішкентай балдарға барынша жаңағыдай тілдерін меңгертіп, оның өте жаңағыдай бас миын сапалы біліммен толтыру әке-шешесінің парызы деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Рептильді ми дегенге тоқталғым келіп тұр. Ол не нәрсеге жауап береді, және мысалы бұл туралы оқыған жерінде адамдар ішімдік ішіп алған кезде бүкіл мидың сөнеді да, рептильді ми ғана жұмыс істеп тұрады дейді. Рас па? Рептильді ми дейсіз ба? Рептилия деген жаңа қалтырауын, кесіртке, жылан. Егер қателеспесем, егер зоология сабақтарын есіме қалған бойынша, бұл жорғалаушылар ғой. Жорғалаушылардың миы. Негізі бұл дәстүрлі ғылымнан кішкене алшақтау термин. Неге десеңіз, бұл популярны қалай айтса болады? Танымал, мысалы психологияда, немесе масс-медиада, бұқаралық ақпарат мысалы құралдарында сонда бір клише болады ғой. Солардың бір клишесі деп санауға болады рептильді. Мен жаңа айтып кеттім, мидың құрылымы өте қиын. Оны рептильді бөлігі мынау жаңа Homo sapiensқа байланысты бөлігі деп санауға болмайды. Адамды әрине жаңағыдай ерекшелендіретін ол жаңа сұр затының көп болуы. Тіпті бас мидың беткейінің 80% сол сұр затпен қапталған неокортекс деп айтады. Ол жаңадан пайда болған жаңа қыртыс, ми қыртысы. Ал бұл жерде меніңше сіз оқыған жеріңізде рептильді ол жаңағыдай біріншіден адамның біздің жануарларға қарағанда статусын көбейту мақсатымен жасалған клише. Себебі және де адамның кей кезде мысалы түбіне жетіп, кей кезде мысалы басқа сыймайтын әртүрлі криминалдық болсын, басқа бір жағымсыз жаңалықтарды біз кей кезде
естіп төбе шашымыз тіке бұл қалай адам баласы мұндайға қалай барды деген сияқты. Вот сол кезде сондай бір жағымсыз әрекеттерін қалай айтса болады, енді ақтау деп айтуға болмайды, ақтауға мүмкін жасалып жатқан нәрсе. Негізі рептилді, егер бұл теория негізі бір кездері танымал болды, ол нейробиологияда болды, бірақ бүгінгі таңда ол негізі жалған ғылыми түсінік болып саналады. Рептиль деген ол мысалы негізі инстинкттерге белгіленген жаңа іс-әрекеттер. Ол жаңағыдай ұрпақ қалдыру, тамақ ішу деген қорғаныс. Сол неокортекс деп айттым ғой, адамның мінезіне, мінез құлқысын, жаңағыдай когнитивті жоғары психикалық қабілеттерін мысалы жоққа шығарып, адамның жануар ретінде жаңағыдай өз кейпін паш ете түсетін сол алкогольдің әсерінен деп сол ақталу үшін жасалып жатқан клише. Шын мәнісінде ол дәстүрлі ғылым нейробиологиядан алшақтау термин болып саналады. Көбіне ол журналистік клишелердің клишесі деп санаймын. Жақсы, рахмет. Тағы бір ми туралы, мүмкін миф, мүмкін шындық. Оң жақ жарты шар сол жақтағы органдармен тікелей байланысты, керісінше сол жақ оң жақтағылармен деген. Яғни адамның оңқай болуы мен солқай болуының осы миға қатысы бар ма? Әрине бар. Және қосымша сұрақ, мысалы оң жақтағылар ол шығармашылыққа жауап береді дейді, оң жақ жарты жақ, ал сол жақ ол логикаға деген, осы туралы айтсаңыз. Көп жағдайда ол жаңағыдай кей кезде мысалы ми асимметриясы деген термин қолданып келді, ми пластичность дейді ғой, өзгермешілігі, сондай бір терминдер қолданып келді. Шын мәнісінде жаңағыдай адамзат баласының 80% оңқай, 20% солақай. Ол бірақ тек қана соған байланысты деп айта алмаймын. Шын мәнісінде де мысалы сол жақ жарты шардан шығатын талшықтардың көбісі мына жұлынға ауысар алдында 80-85% қарама-қарсы жаққа ауысады. Және де керісінше оң жақтан келе жатқан. Яғни сіздің сол жарты шарыңыз оң жақ дене бөлігіңізге жауап беретін, ол рас. Сол себептен жаңа невропатологтар даже инсульт кезінде мысалы немесе жарақат кезінде, немесе ісіктің өсу кезінде, егер мысалы оң жағында мысалы белгілі бір өзгерістер табатын болса, сәйкесінше топикалық түрде оның шамамен қай жерде орналасқанын жаңа патологиялық ошақтың тауып біледі, тәжірибелі невропатолог. Сол себепті шығар неврологияның негізгі бір символы десе болатын шаны ол балғақша. Бұрындары мысалы МРТ, КТ жоқ заманда сол невропатологтар атақты осы балғақшамен жаңағыдай қарап тексеріп нейрохирургтарға жаңа ориентация, навигация беріп, патологиялық ошақ осында орналасқан болса керек деп сөйтіп айтып, соның негізінде операция жасайтын. Жақсы. Тағы бір сұрақ, мынадай сұрақ. Мысалы, біз көбінесе тіршілікті жүрекпен байланыстырамыз ғой, жүрегі тоқтап қалды деген сияқты. Негізінде жүрек емес, ми тоқтағанда адам өле ма? Біз қай жағынан қарастырып жатырмыз? Моральдық жағынан ба? Жоқ, әлде юридик жаңа заң түрде ма? Кәдімгі хирургия саласында мысалы, себебі жүрек тоқтаса да жүрекке донор болуға болады, жүрек ауыстырып салуға болады, а миды ауыстыра алмаймыз, иә? Сол сияқты, яғни мүмкін шынымен де адам өлген кезде ең соңғы болып ми тоқтайды ма деген сұрақ. Мен онымен келісемін. Негізі жеке өз басым үшін бұл өзекті мәселе. Неге десеңіз, менің үйдегі әйелім, жолдасым кардиохирург. Ол яғни жаңа жүрек ауруымен айналысады. Біз әрдайым сөйтіп дауласып шашаймыз. Ол жүрек өлгесін өледі дейді. Ол жүрек басты дейді, мен ми деп айтамын. Бірақ адамды адам қылатын ми емес па? Біз қаншама 5 саусақ, қолдың 5 саусағы бірдей емес. Әрбір адамның өзінің ерекшелігі болады. Жақсы жақтары, жаман жақтары, гениалдығы болсын, жазушы қылатын, жаңа дәрігер болатын. Жүрек ол әрине мен оны кемсіткен емес. Кез келген орган ол керек нәрсе. Мысалы, сіздің сұрағыңыз менің жауабымызды, мысалы, бүйрегін күтіп отырған, трансплантация күтіп отырған науқас түсінбеуі мүмкін. Не айтып отырсыңдар? Бүйрек ең бастысы деп айтуы мүмкін. Немесе бауырын күтіп отырған адам, немесе өкпесін. Сол сияқты бұл жерде бәрі салыстырмалы түрде ғой. Но бірақ заң негізінде де жеке өз басым, менің өзімнің пайымдауымша, адамды адам қылатын ол бас ми. Сондықтан да шет жақта мысалы донорство, посмертное донорство дейді ғой, мысалы адам қайтыс болғаннан кейін егер даже жүрегі істеп жатса да, но бірақ егер
мидың биоритмі нөлге теңескен кезде, яғни ми өлімі дейді ғой, егер сол констатация болатын болса, сол кезде уже адамдардың мысалы донорлыққа қолдануға болады, және де шетелде сөйтіп жасайды. Қазір бұл бізде көтеріліп жатқан өзекті мәселелердің бірі. Неге десеңіз, бізде трансплантация көбісі дін нанымдарға байланысты, ол жерден жаңа моральдық жеке өз моральдық өз нанымдарына байланысты адамдар көбісі келісе бермейді. Шет жақта ондай жоқ. Мысалы адам бас ми жұмыс істеуін тоқтады ма, онда бүкіл несін ішкі органдарын, мысалы ол заң жүзінде де жаңағыдай эволюциялық биологиялық жүзінде де мысалы қайтыс болды деген соған келтіріп жатыр. Себебі ол жаңағыдай өсімдіктен еш айырмашылығы жоқ. Ол жаңағыдай системамен келген тамағын сіңіреді, шығарады, но бірақ ол адам кейпінде, адам бүкіл мінезімен жақсы жаман шақтары болсын, бірақ жоғары психикалық функциялары бәрі уже жоқ деген сөз. Ал болашақта мысалы миға трансплантация жасау, ауыстыру миды мүмкін ба? Жағын білмеймін, но бірақ ондай мүмкіндік пайда болғанның өзіне донор кім болады екен? Себебі мәселе сонда ғой. Мысалы техникалық жағдайда жарайды, сіз оны бәрін меңгердіңіз, соны жасауға болады, бірақ донор қайдан аласыз? Өз миын мысалы басқа адамға кім беруі мүмкін? Егер бұл жерде көбіне жаңағыдай философиялық бағытқа біз ауысып жатырмыз. Егер мысалы хорошо қайтыс болған науқастың мысалы миын даже гипотетикалық тұрғыда, теориялық тұрғыда егер трансплантация жасағанның өзіне сол адам бола ма екен? Жақсы. Осы жерде сұрағым келіп отырғаны нейрочиптер туралы. Мысалы Илон Масктың бұл мүмкін ба, және сіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы егер адам мүмкін емес деп отыра беретін болса, ғылым әрдем ілгері баспайды. Сондықтан да ол егер медицина тарихына қарайтын болса, қаншама қателіктердің негізінде тауып алған бүгінгі жетістіктері ол бұрынғы қателіктердің салдары. Себебі ештеңке істемейтін адам әрдем әрине қателеспейді. Ал мысалы қатесіз ілгері басу жоқ. Қазіргі таңда медицина болсын, ғылымның ауысып жатқан қарқыны соншалықты, біз тіпті 10 жылдан кейін емес, келесі жылы не болатынын біз білмейміз. Жаңағыда Илон Масктың нейрочиптеу жасап жатқандарына мен негізі жеке өз басым қолдаймын. Егер этикалық комитеттерден бәрі аман есен өтіп, жаңағыдай нұқсан келтірмейін, но бірақ адамның 100% аюына алып келмесе де, но бірақ өмір сапасына оң нәтижесін тигізетін айла тәсілдер табылатын болса, мен оны екі қолмен қолдаймын. Күшті. Окей. Жаңа айттық қой мидың өлімі туралы. Комаға түсіп кету мен мидың өлуінің арасында айырмашылық бар ма? Ұқсастық айырмашылық? Әрине. Кома ол қайтармалы. Комаға мысалы бас ми жарақаты, кей кезде мысалы дәрігерлер жасанды комаға, яғни миға келтіретін теріс әсерлерді жоққа шығарудың амалын тауып, искусственный кома дейді, жасанды комаға алады. Ол нейропротективті мақсатпен, яғни миды қорғау мақсатымен жасалып жатқан нәрсе. Команың негізі 3-ші стадиясы терминалды комасы бар. Әрине ол жерде енді леталдық 100%-ға жетеді. Оны енді шамалап, болжамдап, жаңа ми өліміне алып келсе болады. Ал жалпы кома мен ми өлімі екі түрлі термин. Ми өлімі ол жаңағыдай тек қана нейрохирург қана шешім қабылдамайды. Ол өзінің протоколдары бар. Сол протоколдар бойынша бәрін өткізіп, электроэнцефалографиясы бар, жаңағыдай бас миның сол ми өлімі тәрізді жағдайлар болып тұрады. Соған алып келетін кейбір дәрілер болады. Солардың бәрін жоққа шығарғаннан кейін нақты уже белгілеп, жаңағыдай аритмия, бас миының шын мәнісінде жаңағыдай жұмыс істеуі тоқтат, сол документалды расталғаннан кейін ми өлімі деген диагноз қойылуы мүмкін, смерть мозга. Сондықтан да кома мен ми өлімі әрине ол екі түрлі термин, бір емес. Балалар сәби туған кезде басында еңбегі болады, бөлтілдеп тұратын. Сол қандай қызмет атқарады, және оған қауіп бар ма? Дұрыс емес, оқыс қимыл істеп қойған кезде?
Енді кез келген сіздерге болашақта подкастқа акушер гинеколог шақыратын болсаңыздар босану кезінде кесір тілген айтып тұрған жоқпын, кәдімгі физиологиялық ең басты, ең жауапты момент ол сәбидің, нәрестенің басының шығуы. Себебі егер сәбиді көз алдыңызға елестететін болсаңыз, оның денесінің қыруар бөлігі бас алып тұрады, ең үлкен бөлігі. Кейін потом уже денесі үлкейе түсе, бас кәдімгі жаңағыдай пропорцияға келеді. Себебі бас мидың дамуы ерекше тез өтеді, және де осы кішкентай кезінде даму қарқынды болады. Табиғаттың жасап жатқан несі, заңдылығы сондай. Алдымен бас ми қаттаймайды. Жаңағыдай бас мидың сыртындағы бас сүйегі ол шемшік түрінде болады. Яғни ол үлкен еңбек пен кіші еңбек болады. Олар бір-бірімен бітіспейді, себебі бас мидың кішкене жаңағыдай кеңістік беру керек. Бас ми үлкейіп келеді ғой. Сол кезде уже әбден жаңағыдай жетілгеннен кейін қалыпты жағдайда, физиологиялық жағдайда сол шеміршектер сүйектеніп, жаймен бір жас толғанда бұл үлкен еңбегі қатаю керек. Бір көп болса енді 1,5 жаста балада. Диагностикалық тұрғыда егер мысалы еңбегі бітіспей, сүйектері бітіспей, жаңағыдай кей кезде мысалы болады нейрохирургиялық аурулар, мысалы гидроцефалия деп айтамыз. Басы өте үлкен болады. Шеміршектердің бір-бірімен жанасуына мысалы ешқандай мүмкіншілік болмайды. Себебі судың толғаны соншалықты олар бір-бірімен ажырап сөйтіп бітісе алмай тұратын кездер болады. Сол кезде, конечно, жаңағыдай диагностикалық тұрғыда еңбекке қарап, ішкі қан қысымының қаншалықты үлкен болып тұрғанын сезуге болады. Себебі оның несі мынау барабанный перепонка сияқты, жаңағыдай ұстағанда барабанның несімен дабырлағанмен бірдей болып тұрады. Сондықтан да қалыпты жағдайда физиологияда 1,5 жаста еңбектері бәрі бітісіп кету керек балада. Енді подкастты қорытындыласақ, жалпы қазіргі Қазақстандағы нейрохирургияның даму қарқынына қалай қарайсыз? Оң көзімен қараймын. Себебі жан-жақта мысалы Қазақстан түкпір-түкпірінде облыстарында мысалы инсульт егер алатын болсақ, өзекті мәселелерді инсульт центрлер ашылып бітті. Олардың түрлі құрал саймандармен, жаңа инструменталды зерттеу әдістерімен жабдықталуы жоғары деңгейде. Ол жағынан енді жыланның қажеті жоқ. Әрине адам әрдайым аз деп айта береді. Оны әр нәрсеге жылана береміз, ол дұрыс емес. Бар нәрсені бар деу керек. Егер сын болса, сын шын болу керек. Бұл жерде айтарым, қазір таңда тек қана үлкен қалаларда емес, мысалы Алматы, Астана, жаңағыдай Шымкент, Ақтөбе алмағанда саны жағынан да, территория жағынан да кішілеу қалаларда мысалы нейрохирургиялық қызметтің алатын болсам, жабдықталу үрдісі өте жақсы. Және де нейрохирургтар бір-бірімен әртүрлі симпозиумдарда, конгресстерде кездесіп, жаңағыдай тәжірибелермен бөлісу қарқыны өте жоғары. Және де бүгін мысалы адам жаңа технология меңгерем, өсем, өнем, жаңа бір технологияны отаны игерем дейтін болса, ешқандай шектеу жоқ. Қазіргі таңда мысалы ақша бөлініп жатыр, шетелге қаншама жас мамандар шығып жаңа үйреніп келіп жатыр, жаңа трансфер технология дейтін мысалы Астанада республикалық нейрохирургия орталығында апробациядан өткен технологияларды мысалы региондарға трансфер болып жатыр. Сонда ол әрдайым жаңа үздіксіз үрдіс. Ол жалпы менің үмітім болашақта да қазіргі таңда да зор. Ал нейрохирургтарға ғылыммен айналысуға мүмкіндік бар ма? Әрине. Әрдайым кез келген дәрігер ғылыммен айналысу керек. Тек қана бір отаны игеріп алдым, соны жасай берем деудің қажеті жоқ. Ол медицина қатып қалған нәрсе емес, ол өз алдына өнер. Ол екі жердегі әрдайым 4 бола беретін математика сияқты емес. Медицинада әрдайым кез келген бірінші өте бір оң нәтижелі технология кей кезде келеді ғой. Бірақ бірінші кезекте ол оң нәтижелі көрінгенмен әрдайым оны дауға салып тұру керек. Көз жеткізу керек. Ол қалай жасалады? Ұзақ жылдар бойы кең жаңағыдай статистикалық ақпаратты ғана алып,
көп адамдарды емдетіп шығарып, оның қысқа мерзімдегі, орташа мерзімдегі және де ұзақ мерзімдегі салдарын зерттеп қана сіз сол технологияның жақсы жаман екеніне көз жеткізе аласыз. Сондықтан да ғылыммен айналысу ол нейрохирургияның ешбір жаңағыдай ажыратпас бір бөлігі. Жақсы, көп рахмет. Өте пайдалы, қызық ақпараттар айтылды деп ойлаймын. Келгеніңізге рахмет, жұмысыңызға сәттілік. Шақырғаныңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыз.